Құрметті әріптестер, ағалар, бүгін бізге Қара шаңыраққа қонаққа белгілі жазушылар одағының мүшесі, осы орталық Қазақстанда еңбек жолын бастаған, біздің Қарағанды өңірінде жемісті еңбек еткен бірнеше кітаптың авторы, аудармашы Камила Құрбанқызы Құдабаева апайымыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Камила Құдабаева Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген соң Қарағанды, Жезқазған облыстық газеттерінде, радио және теледидар редакцияларында, республикалық жалын баспасында, Қазақстан Республикасы жоғары сотының Тураби журналында жауапты шығармашылық қызмет атқарған. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Университетті бітірген жылы Қарағандыға қолымызға диплом алып, дипломымызды алып Қарағандыға, ол кезде Советтік Қарағанды деген болатын газет. Содан кейін осында жұмысқа келдік. Бас аяғы осы газет бар, облыстық радио бар, облыстық телевидение бар жоқ. Негізі Балқашта істедім, Қаражалда істедім, Жезқазғанда істедім. Әйтеуір Қарағанды облысынан алыс кеткен жоқпын. Бас аяғы 16 жылдай жұмыс істеген екенмін. Біз енді университетте оған дейін білім ғана алсақ, өмірді шыңдаған мен осы орталық Қазақстан деп айтар едім, Қарағанды деп. Қызыл көйлекті қыз, Раушан гүлдер, ең сұлу әйел атты прозалық кітаптары жазушы жалын баспаларынан басылып шыққан. Орталық Қазақстан газетінің ұжымы Камила Құдабаеваның журналистикаға қалай келген, жұмыс барысын тыңдап, көкейлеріндегі сұрақтарға жауап алды. Айдана Бекқалиқызы, Жасұлан Мақұлбекұлы Калышева, Life 09.